Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін салат жасаймыз. Бізге керек заттар: тұздалған қияр, қайнатылған жұмыртқа, шұжық, яғни колбаса және банкадағы жүгері. Майонез керек. Алдымен жұмыртқамызды сарысынан осылай бөліп аламыз. Себебі тураған кезімізде сарысы ортасында үгітіліп, салатымыз әдемі көрінбей қалады. Сондықтан сарысын бөлек алыңыздар. Енді жұмыртқамызды видеодағыдай солонкалап тураймыз. Ыдысымызға салып, енді қалған жұмыртқаның сарысын да тура осылай солонка етіп тураймыз. Енді шұжығымызды алдымен осылай жұқалап турап аламыз. Бұны да солонка етіп тураймыз. Қаншалықты жіңішке болса, салатымыз соншалықты әдемі болып көрінеді. Келесі тұздалған қиярымызды да тура осылай солонкалап тураймыз.
Енді жүгерімізді салып, оның үстіне майонезімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, бұған ешқандай тұз салмаймыз, себебі бізде қиярымыз тұздалған. Мен бұл жерде 2 ғана тарелка шығатындай қылып қана жасадым. Егер сіз мерекелік дастарханға, әйтпесе қонақ келетін кезде жасайтын болсаңыз, осы ингредиенттерді 2 еселеп көбірек қылып жасауыңызға болады. Салат өте дәмді, тез және өте оңай жасалады. Мінекей біздің салатымыз дайын, өте дәмді және тез. Достар, жақындарыңызға, балаларыңызға үйде осылай жасап беріңіздер, өте оңай жасалады. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.